Әңгімені бастамас бұрын арныма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырсаңыз, маған үлкен қолдау болады. Алдын ала көп рахмет. Ендеше, әңгімені бастайық. Бақытжан ауылдағы ең көрікті жігіттердің бірі еді. Бойы ұзын, келбетті. Қарағасымен қап-қара көзіне талай қыз қызыға қарайтын. Әскерден абыроймен оралған жігіттің болашағынан үлкен үміт күтетіндер көп болатын. Ал Үлмекен ақылды, ибалы, еңбекқор қыз болып өсті. Оның сабырлы мінезімен қарапайымдылығы ауыл арасында жиі айтылатын. Екеуінің жолы бір ауылдың тойында тиісті. Алғашқы кездесіде бір-біріне тек көз тастады. Екінші кездесіде аз-кем тілдесіп үлгерді. Ал үшінші рет жолыққанда Бақытжан жүрегінің таңдауын жасап қойған еді. Көп ойланбастан Үлмекенді алып қашып кетті. Бұл жаңалық Үлмекеннің төркінін қуанта қоймады. Қыздың туыстары Бақытжанның әулеті туралы сұрастыра бастағанда, жақсы сөзден гөрі күмәнді әңгімелерді көбірек естіді. Сондықтан олар бұл некеге алғашында үзілді-кесілді қарсы болды. Бірақ болған іске амал болмай, екі жасқа ақ батасын беруге мәжбүр болды. Осылайша Бақытжан мен Үлмекен бір шаңырақтың астында жаңа өмір бастады. Ол кезде Үлмекен бұл шаңырақта өзін қандай сынақтар күтіп тұрғанын әлі білмейтін еді. Ол дүниеге келгеннен кейін Бақытжанның көңілі біршама жайланғандай болды. Ол екі қызын да жақсы көретін, ешқашан оларды бөтенсімейтін, бірақ жүрегінің түбінде бір ұлды аңсаған рас еді. Сондықтан ұлын алғаш қолын алған күні жүзінен ерекше қуаныш байқалды. Ал Үлмекен сол қуанышты көріп іштей, енді бәрі жақсы болатын шығар деп үміттенді. Бірақ тіршілік ешкімді күтіп тұрмайтын. Бақытжанның қолында диплом жоқ еді. Сондықтан тұрақты жұмыс табу оған оңай болған жоқ. Бір күні біреудің құрылысында жұмыс істейді. Ертеңінде біреудің малын қарайды. Кейде көлік айдап жүк тасиды. Қандай жұмыс шықса, содан нәпақасын тауып жүрді. Ал Үлмекеннің тіршілігі мүлде бөлек еді. Таң ата көзін аша сала ас үйге кіретін, ошаққа от жағады, шай қояды, қамыр илейді, нан жабады, түскі астың қамын жасайды. Үйге келген қонақтардың алдынан шығып, шайын қияды. Олар кеткен соң, тау болып үйілген ыдысты жалғыз өзі жуатын. Сол кезде бесіктегі баласы жылайды. Бір қолымен баласын жұбатса, екінші қолымен жұмысын жалғастыратын. Түстен кейін кешкі астың қамы басталады. Күн сайын, ай сайын, жыл сайын, оның өмірі осы тіршілікпен өтіп жатты. Бір күні кешкісін Бақытжан үйге ойланып келді. Үлмекен, бүгін ағаммен сөйлестім деді ол. Не дейді екен, деп сұрады Үлмекен. Жұмысында көмекші керек болып жатыр екен. Сенен артық сенетін адамым жоқ. Келіп, жұмысымда бас көз болып жүрші деп өтінді. Үлмекен үнсіз тыңдап отырды. Қайда екен ол жұмыс? Сәл алыстау, сондықтан уақытша сол жаққа барып тұруымыз керек сияқты. Үлмекен балаларына қарап қойды. Өзің дұрыс көрсең, мен қайда барсаң да қасындамын деді, жай ғана. Ертеңіне Бақытжан ағасының үйіне барды. Ағасы оны күтіп отыр екен. Бақытжан, бұл жұмысты кез келген адамға сені тапсыра алмайым. Сен жауапты жігітсің. Сондықтан саған айтып отырмын. Келіп осы шаруаны бірге жүргізейік деді ағасы. Бақытжан көп ойланған жоқ. Жарайды аға, сенім артқан соң барам. Қолымнан келгенше көмектесем деді. Осылайша олар көшуге дайындала бастады. Үлмекен үш баласының киімдерін жинады. Азын-аулақ дүниелерін қаптарға салды. Сол күні ол енесінің үйінің табалдырығын үнсіз аттап шықты. Бақытжан мен Үлмекен көп ұзамай үлкен ағасы көрсеткен жерге көшіп келді. Үлкен ауланың ішінде орналасқан 3 бөлмелі ғана кішкентай бремянка еді. Бөлмелерде шағын болатын, бірақ Үлмекен үшін ең бастысы отбасының амандығы еді. Барымыз осы болса, осыған да шүкір деп, іштей тәубесін айтып қоятын. Бақытжан ағасының жұмысына бірден кірісіп кетті. Таңертең ерте кетеді, кешке бірақ оралады. Жұмыс ауыр болса да, ағасының сенімін ақтауға тырысатын. Ал Үлмекен үшін бұл жердің бәрі бейтаныс еді. Ешкімді танымайды. Көршілермен де араласып үлгермеген. Күні бойы 3 баласымен ғана үйде болатын. Таң ата салысымен тіршілігі басталатын. Балаларының тамағын береді, үйді жинайды, кір жуады, түскі ас әзірлейді, балаларын ұйықтатады, кешкі астың қамын жасайды. Осылайша оның әр күні бір-біріне ұқсап өте берді. Күндер өтті, айлар өтті, жылдар сырғып жатты. Үлкен қыздары мектеп табалдырығын аттады. Бір жылдан кейін екінші қыз да мектепке барды. Үлмекен қыздарының аппақ алжапқышын үтіктеп, шаштарын өріп, шығарып салып тұратын. Балалары сабақты жақсы оқуға тырысатын. Бірақ кейде үйде ақша жетіспейтін.
Бірде дәптер алуға қиналады. Бірде мектепке киетін аяқ киімге ақша таппай қалады. Сонда да Үлмекен балаларына жоқшылықты білдірмеуге тырысатын. Сабақтарыңды жақсы оқыңдар, балаларым. Оқу сендердің болашақтарың деп үнемі айтып отыратын. Уақыт өте келе Бақытжан да бұл ортаға үйреніп кетті. Өзі құралпы жігіттермен араласа бастады. Жұмыстан кейін кейде бірге шай ішеді, кейде әңгімелесіп отырады. Ал уақыт өте сол отырыстардың арасына ішімдікте араласты. Алғашында айына бір рет, кейін аптасына бір рет, бір тірерте жиілей берді. Бір күні кешке есік қатты тарс етіп ашылды. Үлмекен жалт қарады. Бақытжан екен. Жүрісі де, сөзі де өзгеріп тұр. Оның ішімдік ішіктелгенін Үлмекен бірден түсінді. Келдің бе? Тамақтайын деді жай ғана. Бақытжан үндемей отырып қалды. Біраздан кейін аяқ астынан ашуланып шыға келді. Сен маған неге бұлай қарадың? Үлмекен аң-таң болды. Қалай қарадың? Әлі сұрайсың ба? Өзгеріп кетіпсің. Бақытжан, мен ештеңе деген жоқпын. Бірақ ол тыңдамады. Болмашы нәрсені сылтау етіп, дау шығаратын болды. Кейде, мына көйлек ұнамайды. Кейде, сен мені сыйламайсың. Тағы бірде, маған қарсы сөйлейтін болыпсың. Үлмекен қанша түсіндіруге тырысса да, Бақытжанның ашуы басылмайтын. Балалар қорқып, бір-біріне тығыла қалатын. Үлмекен оларды: барыңдар, ана бөлмеге кіріңдер, қорықпаңдар деп шығарып жіберетін. Балалар есіктің ар жағында жылап тұратын, ал анасы үнсіз ғана тағдырдың соққысына төзіп қала беретін. Таңертең бәрі өзгеріп кететін. Бақытжан ұйқысынан тұрып, болған оқиғаны есіне түсірген сайын басын төмен салатын. Ол Үлмекеннің жанына келіп: Үлмекен, кешірші. Мен кеше өзіңді ұстай алмадым. Саған қол көтергенім үшін өзіңді жек көріп тұрмын. Ант етемін, енді қайталанбайды. Үлмекен оның жүзіне үнсіз қарап тұратсын. Бұл сөздерді ол алғаш естіп тұрған жоқ еді. Әр кешірімнен кейін аз ғана уақыт тыныштық орнайтын, бірақ арада уақыт өте, бәрі қайтадан қайталанатын. Осылайша олардың өмірі жалғаса берді. Бақытжанның бір жақсы қасиеті болса, бір жаман қасиеті де бар еді. Ол өте еңбекқор болатын. Берілген жұмысты соңына дейін жеткізбей тынбайтын. Бірақ мінезі тым ауыр еді, бірбеткей болатын. Өзінің айтқаны дұрыс деп есептейтін. Ешкімнің ақылын тыңдағысы келмейтін. Тіпті өзінен үлкен адамның ескертуін де көтере алмайтын. Достарының арасында да сондай еді. Біреу қарсы пікір айтса болды, қабағы түйіліп шыға келетін. Кейде сөзге келіп қалатын, кейде ашуға булығып, төбелесуге дейін баратын. Оның осы мінезін ағасы да жақсы білетін. Бірақ туған інісі болған соң бәріне көз жұма қарайтын. Бірнеше ай өткеннен кейін бәрі өзгере бастады. Ай соңында жалақы алар кезде Бақытжан ақшаны санап отырып ағасына қарады. Аға, ақша аз сияқты ғой. Ағасы еш қысылмастан: аз емес, барлығы есептелген деді. Қалай есептелген? Өткен аптада үйге азық-түлік әкелдім ғой, соның ақшасын алып тастадым. Бақытжан үндемей қалды. Келесі айда да дәл солай болды. Бұл жолда жалақысы ойлағаннан аз шықты. Аға, тағы да жетпей тұр ғой. Сендердің үйге ұн алдық, май алдық, қант алдық. Соның бәрін есептеп отырмын. Бақытжан тағы үндемеді. Бірақ оның ішінде бір нәрсе мазалай бастады. Айлар өте берді. Жалақы алған сайын түрлі себеппен ақша қысқара берді. Бірде газдың ақшасын қостым. Бірде жарықтың ақшасын есептедім. Тағы бірде балаларына тәтті алып бердім, соны қостым. Әр жолы бір сылтау табылатын. Бақытжан үнсіз тыңдап кететін, бірақ ішіндегі реніш күннен күнге көбейіп бара жатты. Бір күні шыдай алмады. Аға, мен де таңнан кешке дейін еңбек етіп жүрмін. Еңбегімнің ақысын толық алғым келеді. Ағасы да бірден ашуланып кетті. Ей, сен менімен есептесетін адам болып қалыпсың ба? Үй беріп отырмын, жұмыс беріп отырмын. Соғанда шүкір деудің орнына ақшаны санап отырсың. Бақытжан үнсіз қалды. Бірақ сол күні оның көңілі қатты қалды. Ол алғаш рет ағасының өзіне әділ қарамай жүргенін сезінді. Бақытжанның ағасы Асқар. Ауылдағы жағдай жақсы адамдардың бірі еді. Қол ақша көрген соң мінезде өзгергендей болатын. Ол үшін дүниеде бәрінен қымбат нәрсе ақша еді. Тіпті туған інісі Бақытжанның еңбегіне де сол ақшаның көзімен қарайтын. Бақытжан таңнан кешке дейін дамыл көрмей жұмыс істейтін, бірақ ай сайын жалақы алар кезде бір сылтау табылатын. Бақытжан,
Осы айда жұмыс аз болды. Сондықтан жалақыңды сәл қысқарттым, деді бір күн Асқар. Бақытжан үндемей басын изеді. Келесі айда тағы сол жағдай қайталанды. Мына жолы шығын көбейіп кетті. Біразын ұстап қалдым. Тағы бір ай өткенде техника бұзылды. Соның ақшасы сендердің жалақыларынан ұсталады. Бақытжан ішінен қанша қынжылса да, ағасымен сөзге келгісі келмейтін. Ағам ғой деп бәріне көніп жүрді. Бірақ бұл үнсіздік мәңгі жалғаса алмады. Кезекті жалақы алатын күні Бақытжан ақшаны санап шықты. Аға, тағы да азайып қалыпты ғой. Асқар еш қысылмастан: не болса соған ренжи берме, осыншаға да шүкір де. Бақытжан ауыр күрсінді. Мен күнде таңнан кешке дейін жұмыс істеймін. Еңбегімнің ақысын ғана сұрап тұрмын. Асқар қабағын тиіп: ұнамаса ешкім ұстап отырған жоқ. Басқа жерден көбірек төлейтін жұмыс тапсан, бара бер. Осы сөз Бақытжанның жүрегіне қадалған пышақтай болды. Ол бірнеше секунд үнсіз тұрды. Сосын сабырмен ғана: жарайды аға, егер менің еңбегімнің бағасы осы болса, енді сіздің қол астыңызда жұмыс істемеймін. Асқар ештеме демеді. Ал Бақытжан артына бұрылып жай ғана басып кетті. Сол күні ол бір шешімге келген еді. Енді ол өз еңбегін бағалайтын жерді іздеуге бел буды. Бақытжан үйге ауыр оймен кірді. Жүзіндегі мұңды көрген Ұлмекен бірден бәрін сезді. Не болды, Бақытжан? Деді ол алаңдап. Бақытжан үнсіз ғана орындыққа отырды. Біраз уақыт басын төмен салып отырды да терең күрсінді. Бүгін ағамның жұмысынан бір жола шықтым. Ұлмекен үнсіз қалды. Шықтым? Иә. Енді оның қол астында істей алмаймын. Ай сайын жалақыны қысқартады. Не үшін екенін сұрасам, түрлі сылтау айтады. Мен үндемей жүрдім. Бірақ адамның да шыдамының шегі болады екен. Ұлмекен оның жанына келіп отырды. Енді не істейміз? Бұл сұрақты екеуі де іштей өздеріне талай қойған. Бақытжан біраз ойланып: білмеймін. Бірақ бір нәрсені анық білемін. Мен адал еңбек етіп, біреудің алдында еңсемді түсіріп өмір сүргім келмейді. Ұлмекен оның қолынан ұстады. Мен саған сенемін. Ақша бүгін болмаса, ертең табылады. Ең бастысы, сен өзіңді жоғалтпа. Бақытжан қызға қарап жымиып қойды. Осындай сөздерім үшін сені бұрынғыдан да қатты жақсы көремін. Ұлмекен де жымиғанымен көзіндегі уайымды жасыра алмады. Сол күні кешке Бақытжан ауыл шетіндегі шағын шайханаға достарымен кездесті. Естідік, ағаңның жұмысынан шығып кетіпсің ғой, деді достарының бірі. Иә, басқа амал қалмады. Сол кезде Нұрлан сөз бастады. Бақытжан, біз саған бір ұсыныспен келдік. Қандай ұсыныс? Көрші қалада үлкен құрылыс басталды жатыр. Біз екеуміз ертең жолға шығамыз. Бірақ бригадаға 3-ші адам керек болып тұр. Сен жүрсең қалай? Бақытжан ойланып қалды. Жалақысы қалай екен? Жаман емес. Ең бастысы еңбегіңді бағалайды. Айлығын уақытында береді. Жататын жермен тамағы да қарастырылған. Жұмыс ауыр шығар. Қара жұмыстан қорқатын адам емессің ғой. Біз сені сол үшін шақырып отырмыз. Сенім артамыз. Бақытжан үнсіз отырып қалды. Оның көз алдына Ұлмекен келді. Олардың болашағы, армандаған шаңырағы, бәрі де ақшаға емес, адал еңбекке байланысты екенін ол жақсы түсінетін. Бір сәттен кейін басын көтерді. Жарайды, барам. Достары қуанып кетті. Онда ертең таңғы 5-те жолға шығамыз, кешікпе. Түнде Бақытжан бұл жаңалықты Ұлмекенге айтты. Ұлмекен үнсіз тыңдап болды. Қанша уақытқа кетесің? Әзірге білмеймін. Бірақ бос қайтпаймын. Болашағыңыз үшін еңбек етемін. Ұлмекеннің жанарына жас үйірілді. Мен күтемін. Қанша уақыт болса да күтемін. Тек аман жүр. Бақытжан оның екі қолын алақанына қысып: мен міндетті түрде ораламын. Сол күні сенің әкеңнің алдына қайта барамын. Бұл жолы бос уәдемен емес, өз еңбегіммен дәлелдеп барамын. Екеуі үнсіз бір-біріне қарады. Олар бұл қоштасудың өмірлерін мүлде басқа арнаға бұратынын әлі сезбеген еді. Бақытжан достарымен бірге көрші қаладағы құрылысқа жұмысқа орналасты. Үшеуі бір бригадада еңбек етті. Жұмыс таңертең ерте басталып, кеш батқанша жалғасатын. Кірпіш тасыды, цемент араластырды, ауыр заттарды көтерді. Кейде әйелдермен бірге әртүрлі құрылыс жұмыстарын да атқарды. Жұмыс оңай болған жоқ, бірақ Бақытжан ешқашан мойымады. Жұмысшыларға арнайы жатақхана берілді. Кешке бәрі бірге тамақ ішіп, аздап тынығып, ертеңгі күнге қайта дайындалатын. Ал ауылда Ұлмекен 3 баласының қасында еді. Таңертең ерте тұрып, балалардың таңғы асын дайындайтын.
Оларды мектепке шығарып салып, үйдің тірлігімен айналысатын. Кешке балаларын қарсы алып, сабағын қаратып, барын үнемдеп күн көріп жүрді. Бақытжан алыста болса да, екеуі күнде телефонмен сөйлесетін. Бір ай өте шықты, жалақы берілетін күнде келді. Бақытжан өзіне жолақысымен ем қажетті шығынына ғана аздап ақша қалдырды. Қалған ақшаның бәрін Үлмекеннің есеп шотына аударды. Кешке Үлмекен телефон соқты. Ақша түсті, осыншама ақшаны өзіме ештеңе қалдырмай жіберіпсің ғой. Маған уайымдама, өзіме жететінін алып қалдым. Сен ең алдымен азық-түлік ал. Жарайды. Сосын дүкенге жазылып қалған қарызды жап, балаларға керек жарағын алып бер. Егер ақша артылса, үйге қажет дәрілерді де ала сал. Үлмекеннің көңілі босап кетті. Жақсы, бәрін солай істеймін, тек өзіңді күт. Уайымдама, мен жақсымын. Күндер бірінің артынан бірі өте берді. Бақытжан күндіз құрылыста еңбек етті. Үлмекен ауылда 3 баласын бағып, үйдің берекесін сақтап қалуға тырысты. Екінші айдың жалақысы келгенде, Бақытжан бұл жолы ақшаның жартысын ғана жіберді. Өйткені жұмыс киімі мен өзіне қажетті заттар алуға да ақша керек еді. Үлмекен бұған түсіністікпен қарады. Бастысы аман бол, ақша табылады деді ол телефон арқылы. Осылайша күндер де, айлар да өтіп жатты. Арада айлар өте берді. Алғашында Бақытжан ай сайын қолына тиген ақшаның көбін Үлмекенге жіберетін. Бірақ уақыт өте келе жіберетін ақшасы азая бастады. Бірде жұмыстың ақшасын кешіктіріп жатыр екен деді. Келесі жолы құрылыста шығын көбейіп кетті. Біраз ақшаны ұстап қалды. Тағы бірде өзіме жұмыс киімін алдым, сондықтан аздау жіберіп отырмын. Осындай сылтаулар жиілей берді. Үлмекен болса, оның әр сөзіне сенетін. Ештеңе етпейді. Өз амандығын маңызды. Ақша кейінде табылады дейтін. Бақытжанда аз күн шыда. Жұмыс біткен соң бәрі түзеледі деп қоятын. Бірақ шындық мүлде басқа еді. Бақытжан ақша жіберуді жұмыстың қиындығынан емес, басқа себеппен азайтқан болатын. Құрылыс басында бірге жұмыс істейтін бір келіншек бар еді. Әуелде олар кек әріптес ретінде ғана сөйлесетін. Бірге жұмыс істеп, бір жерде тамақ ішіп, күн сайын жүздесе берген соң, аралары бірте-бірте жақындай түсті. Күндер өткен сайын екеуі жиі сөйлесетін болды. Кейін бірге қала ішінде серуендейтін болды. Ал арада тағы біраз уақыт өткенде сол әйелмен бір үйде тұра бастады. Бақытжан мұның бәрін Үлмекеннен жасырды. Телефон соққан сайын ештеңе болмағандай сөйлейтін. Жұмыс көп, шаршап жүрмін. Ал Үлмекен болса, оның әр сөзіне сеніп, балаларға әкелерің еңбек етіп жүр, жақында келет деп жұбататын. Бірақ Бақытжанның аз жіберіп жүрген ақшасының артында дәл осындай ауыр құпия жатқанын Үлмекеннің түсіне де кірмеген еді. Ал бұл құпия көп ұзамай әшкере болып, екі отбасының тағдырын түбегейлі өзгертетін еді. Арада тағы бірнеше ай өтті. Алғашқы кезде Бақытжан ай сайын Үлмекенге ақша жіберіп тұрды. Бірақ кейін бәрі өзгере бастады. Бір ай ақша жіберсе, келесі ай мүлде жібермейтін болды. Телефон соққан сайын бір сылтау айтатын. Бастық жалақын ұстап қалды. Келесі жолы ақша әлі түскен жоқ екен. Тағы бірде компанияның есепшісі ауысып кетіпті. Бәрі кешігіп жатыр. Сабыр ет, бәрін бірден жіберемін. Үлмекен оның сөзіне күмән келтірмеді. Жарайды, біз күтеміз. Тек өзің аман бол деп қоя салатын. Бірақ Бақытжанның өтірік айтуының себебі мүлде басқа еді. Ол құрылыс басында танысқан әйелмен бірге тұрып жатқан болатын. Әйел бұрын тұрмыс құрған, кейін ажырасып кеткен. Қолында мектеп жасына да толмаған кішкентай қызы бар еді. Үлкен қалада жалғыз бала асырап өмір сүру оңай емес болатын. Соны жақсы түсінген әйел Бақытжанға барынша жақындай түсті. Жылы сөз айтып, қамқорлық көрсетіп, оның сеніміне кірді. Ал аңғал Бақытжан мұның бәрін шынайы махаббат деп қабылдады. Үлмекен ештеңені білмейді ғой деген жеңіл ойға еріп, ол әйелмен бірге өмір сүре бастады. Күн өткен сайын тапқан ақшасы сол үйдің қажетіне жұмсалатын болды. Пәтердің ақысы, азық-түлік, кішкентай қыздың киімі мен тамағы бәрін Бақытжан көтерді. Ал ауылдағы өз отбасы екінші орынға сырғи бастады. Үлмекен ақша сұраса, тағы да өтірік айтатын. Аздап шыдашы, жұмыс беруші әлі есептескен жоқ. Келесі айда бәрін жіберемін. Бірақ ол сөздердің еш қайсысы шындық емес еді. Бақытжан өз отбасына жіберетін ақшаны ұмытып, бөтен біреудің өмірін қамтамасыз етіп жүргенін өзі де байқамай қалған болатын. Ал Үлмекен болса, күйеуінің әр сөзіне сеніп, 3 баласымен үнсіз күтіп жүрді. Бір күні Үлмекен телефонмен сөйлесіп отырып,
Бақытжан, мен саған бір нәрсе айтсам деп едім деді. Айта бер. Менің медбикелік дипломым бар ғой. Ауылдағы емханаға медбике керек деп жатыр екен. Мен жұмысқа орналассам, қарсы емессің бе? Бақытжан бір сәтте ойланған жоқ. Иә, орналаса бер. Балалар да өсіп қалды ғой. Жұмыс істей бер. Бұл сөзді естіген Үлмекен таң қалып қалды. Өйткені осы уақытқа дейін Бақытжан оны қызғанатын. Үйде отыр. Маған сенің жұмыс істегенің керек емес деп, талай рет жұмысқа шығуына рұқсат бермеген. Сол себепті Үлмекен оның бұл жолы еш қарсылықсыз келісім бергеніне таңырқап қалды. Бірақ Бақытжанның ойын басқа нәрсе билеп алған еді. Оның бар ойы да, бар көңілі де басқа қаладағы бірге тұрып жүрген әйелде болатын. Ал Үлмекеннің қалай күн көретіні енді оны бұрынғыдай алаңдатпайтын. Өзі жұмыс істесе, өзіне де, балаларына да жетер деген оймен еш ойланбастан рұқсатын бере салды. Көп замай Үлмекен ауылдық дәрігерлік амбулаторияға медбике болып жұмысқа орналасты. Көп жылдан бері кимеген ақ қалатын қолын алған сәтте жүрегі ерекше толқыды. Бұл мамандықты кезінде әкесі оқытып берген еді. Қызым, бір күні осы мамандығың өзіңе тірек болады деген әкесінің сөзі еріксіз есіне түсті. Үлмекен ақ қалатын киіп жұмысына кірісті. Ол әр науқаста жылы қарсы алып, үлкенге құрметпен, кішіге мейіріммен қарайтын. Ауыл адамдарда көп замай оның адалдығы мен қарапайым мінезін бағалай бастады. Айдың соңында алғашқы жалақысын алды. Көп ақша емес еді, бірақ сол жалақы 3 баласының несібесіне айналды. Үйіне азық-түлік алды. Балаларының қажет жарағын әперді. Қалғанын ұқыптап, үнемдеп жұмсады. Үлмекен ешкімге қол жаймай, маңдай терімен таптан табысының арқасында балаларын асырап, өмірін жалғастырып жатты. Ал сол кезде Бақытжан өз отбасының қалай өмір сүріп жатқанын ойлауға да уақыт таппай қалған еді. Уақыт өте берді. Бақытжан бұрын анда-санда болса да ақша жіберетін. Ал енді мүлде жіберуді қойды. Телефонда бұрынғыдай жиі соғылмайтын. Бір хабарласса 2-3 минут қана сөйлесетін. Жұмыс көп. Қолым тимей жүр. Осыдан артық ештеңе айтпайтын. Үлмекен болса бәрін үнсіз қабылдайтын. Бірақ әйел жүрегі бір нәрсені сезетін. Кейде түнде жалғыз отырып, Бақытжан өзгеріп кеткен жоқ па деген ой мазалайтын. Бірақ келесі сәтте-ақ өзін өзі тоқтататын. Жоқ, менің Бақытжаным ондай емес. Ол бізге опасыздық жасамайды. Бәлкім шынымен жұмысы ауыр шығар деп өзін жұбататын. Сөйтіп, таң атса жұмысына барып, кешке балаларына оралып, күнделікті тіршілігін жалғастыра берді. Осылайша 5-6 жыл өте шықты. Алғашқы жылдары Бақытжан үйге бір-екі рет келіп кеткен болатын. Бірақ кейін мүлде келуді қойды. Балалар да әкесін сағына бастады. Анашым, әкеміз қашан келеді? Деп жиі сұрайтын. Үлмекен болса, жүрегі қан жыласа да, жұмысы біткенде келеді балам, деп жауап беретін. Бір күні ауыл ішінде күтпеген әңгіме тарады. Әуелде Үлмекен оған мән бермеді. Ауылдың сөз ғой, деп ойлады. Бірақ арада бірнеше күн өткен соң, бұл әңгімені өз туыстарының аузынан да естіді. Туыстарының бірі абайлап: Үлмекен, біз естіген сөзді саған қалай айтарымызды білмей жүрміз. Үлмекеннің жүрегі дүрсіндеп кетті. Не болды? Айта бермеші. Туысы ауыр күрсінді. Бақытжан ана жақта жалғыз емес екен, оның басқа отбасы бар дейді. Бұл сөзді естігенде Үлмекеннің құлағы шымылдап кетті. Жоқ, жоқ, бұл өтірік, деді ол басын шайқап. Ол бұған сенгісі келмеді. Өйткені жүрегінің түбінде әлі күнге дейін менің Бақытжаным бұлай істемейді деген үміт өлмеген еді. Туыстарынан естіген сөзден кейін Үлмекеннің көңілі бір сәтке де жай таппады. Жоқ, бұл өтірік шығар, деп өзін қанша жұбатса да жүрегі тынышталмады. Сол күні кешке ол Бақытжанға қоңырау шалды. Бақытжан, ауылда сен туралы түрлі әңгіме шығып жатыр. Сол рас па? Бақытжан бірден жауап бере қоймады. Қандай әңгіме? Басқа отбасым бар дейді. Кім айтты оны? Ауылдың өсегі ғой, сен де соған сеніп отырсың ба? Деп әңгімені басқа жаққа бұруға тырысты. Бірақ күн өткен сайын бұл сұрақ қайта қойыла берді. Ал Бақытжан әр жолы түрлі сылтау айтып, шындықтан қашқақтайтын. Үлмекен үшін сол күндер өміріндегі ең ауыр күндердің бірі болды. Кеш болса болды, балалар ұйықтағаннан кейін жастығын құшақтап үнсіз жылайтын. Ешкімге мұңын шақпайтын. Балалары көрмесін деп көз жасын ішіне жұтатын. Мүмкін бәрі өтірік шығар деген үміттен айырылғысы келмейтін. Бір күні ол тағы да Бақытжанға хабарласты. Дауысы бұрынғыдан да сабырлы еді. Бақытжан, мен сенен бір-ақ нәрсе сұраймын. Маған
өтірік айтпа. Егер шынымен басқа отбасың болса, айт. Мен саған айқайламаймын да, ұрыспаймын да, тек шындықты білгім келеді. Телефонның ар жағында ұзақ үнсіздік орнады. Бірнеше секундтан кейін Бақытжан ауыр күрсінді. Иә, рас. Ұлмекеннің жүрегі шым ете қалды. Менің басқа әйелім бар. Сол жақта бірге тұрып жатырмыз. Осы бір ауыз сөз Ұлмекеннің көп жылғы үмітін бір-ақ сәтте күл-талқан етті. Ол үнсіз қалды. Көзінен жас тоқтаусыз ағып жатты. Бірақ бір ауыз ауыр сөз айтқан жоқ. Тек телефонды жай ғана өшірді. Сол күннен кейін олардың арасы бұрынғыдай болмады. Бұрын сирек болса да хабарласып тұратын, енді ол да тоқтады. Оның үстіне Бақытжан бірге тұрып жүрген әйелінің де Ұлмекенмен сөйлескенін қаламайтынын сезді. Сөйтіп, арадағы байланыс бірте-бірте үзілді. Бұл жағдай балаларға да оңай тиген жоқ. Ауыл кішкентай, біреудің айтқан сөзі екіншісіне тез жетеді. Кейде үлкендердің әңгімесін балалар да естіп қалатын. Әкелерінің басқа әйелі бар екен. Осындай сөздер кішкентай жүректерге ауыр жара салатын. Ұлмекен балаларының көңіліне кірбің түспесін деп барынша тырысатын. Ешкім туралы жаман сөз айтпаңдар. Әкелерің қандай болса да, ол сендердің әкелерің деп тәрбиелейтін. Өмір өз ағысымен өте берді. Ұлмекен бұрынғыдай жұмысын адал атқарды. 3 баласын ешкіммен кем қылмай өсіруге бар күшін салды. Ешкімнің сыртынан сөз айтпайтын, өсекке араласпайтын. Сол мінезінің арқасында ауыл адамдарының құрметіне бөленді. Сырт көзге ол әрдайым сабырлы көрінетін, бірақ түн болғанда ғана жүрегіндегі жараның әлі жазылмағанын өзі ғана білетін. Күйеуінің сатқындығы әйел ретінде оның жүрегіне өмір бойы ұмытылмас жара қалдырған еді. Арада 10 жыл өте шықты. Бұл 10 жыл екі адамның тағдырын екі түрлі жолға алып кетті. Бақытжанның өмірі барған сайын төмендей берді. Алғашында анда-санда шетін, кейін ішімдік оның күнделікті әдетіне айналды. Тапқан ақшасы араққа кететін болды. Бірге тұрып жүрген әйел де баяғыдай емес еді. Бақытжан жұмыссыз қалса, немесе аз ақша тапса, оны кінәлайтын. Сенен не пайда бар деп ұрыс шығаратын. Екеуінің арасы күн сайын салқындай берді. Үйден береке кетті. Ұрыс керіс, айқай, реніш олардың күнделікті өміріне айналды. Бақытжан сол кезде ғана жасаған қателігінің салмағын сезіне бастады. Бірақ бәрін өзгертуге тым кеш еді. Ал Ұлмекеннің өмірі мүлде басқа арнамен жалғасып жатты. Үлкен екі қызы мектепті үздік бітіріп, жоғары оқу орындарының грантына оқуға түсті. Бұл жаңалық Ұлмекен үшін өміріндегі ең үлкен қуаныштардың бірі болды. Қыздары: «Анашым, енді сізге салмақ сыламаймыз, өз күшімізбен оқимыз» деп анасын құшақтап еді. Ұлмекеннің көзінен қуаныштың жасы аққан болатын. Кіші ұлы болса, мектепте оқып жүрді. Үйде екеуі ғана тұратын. Қыздары демалыс сайын ауылға келіп, аналарына көмектесетін. Қолдарынан келгенше сыйлықтарын алып келіп, үйдің шаруасына араласатын. Ұлмекенде бір орында тоқтап қалған жоқ. Жылдар бойы тынымсыз еңбек етті. Медбике болып жұмысын адал атқарды. Жинаған қаражатына бұрынғы ескі уақытша баспанасының жанына кең жарық үй салғызды. Ауласына жеміс ағаштарын отырғызды. Түрлі гүлдер екті. Үйінің іші де, сырты да тап-таза болатын. Келген қонақты күлімдеп қарсы алып, ақ дастарханын жайып шығарып салатын. Ауыл адамдары: «Ұлмекеннің қолы берекелі, қандай еңбекқор жан» деп ризашылықтарын жиі айтатын. Жылдар ішінде Ұлмекенге сөз салған азаматтарда аз болған жоқ. Ұлмекен: «Жалғыз өмір сүру қиын, мағаған тұрмысқа шығыңыз» деген сөздерді талай естіді. Бірақ ол ешқайсына үміт берген емес. Сыпайы ғана: «Кешіріңіз, маған ондай әңгіме айтпаңыз, менің таңдауым басқа» деп жауап беретін. Ешкімнің көңілін қалдырмай, бірақ ешкімге де жалған үміт сыйламады. Ол бар өмірін балаларына арнады. Балаларының амандығы мен тәрбиесін бәрінен биік қойды. Жылдар өте келе, сол балалары оның ең үлкен тірегіне айналды. Ұлмекен тағдырдың ауыр сынағына мойымаған еді. Қанша рет жүрегі жараланса да, адамдық қасиетін жоғалтпады. Адалдығын да, арын да сақтап қалды. Жылдар өте келе Бақытжан мүлде өзгеріп кетті. Бұрын анда-санда ғана ішімдік ішетін болса, енді арақтан бас көтермейтін болды. Күн сайын ішетін. Соның кесірінен денсаулығы да сыр бере бастады. Жүдеп кетті. Жүзі солып, шашына ақ кірді. Өмірден шаршаған адамға ұқсап қалған еді. Бірге тұрып жүрген екінші әйелі де бұрынғыдай емес болатын.
Бақытжанның ақшасы азайған сайын, оған деген көзқарасы да өзгере берді. Үйде күнде ұрыс, күнде айғай. Ақыры бір күні әйел оны үйден қуып шықты. Баратын жері қалмаған Бақытжан көшеде сенделіп жүрді. Ішімдіктен арыла алмай, ақыры емделу орталығына түсіп қалды. Сол жерде жалғыз қалған кезде ғана өткен өмірі көз алдынан тізбектеліп өте бастады. Үлмекен, 3 баласы тастап кеткен шаңырағы. Сол кезде ғана ол өзінің қандай үлкен қателік жасағанын жан тәнімен түсінді. Бірақ уақытты кері қайтару мүмкін емес еді. Бір күні ол ұзақ ойланып отырып, Үлмекеннің нөмірін терді. Телефонның ар жағынан таныс дауыс естілді. Тыңдап тұрмын. Бақытжан біраз үнсіз қалды. Дауысы дірілдеп шықты. Үлмекен, мені кешірші. Үлмекен үндемеді. Мен саған өте үлкен қиянат жасадым. Сол кезде ақылым жетпеді. Бәрінен айырылдым. Енді соны түсініп отырмын. Тағы да үнсіздік орнады. Мен қатты өкінемін. Егер мүмкіндік болса, қайтадан бірге тұрсақ деп едім. Қалған өмірімді сендердің қастарында өткізгім келеді. Үлмекеннің жүрегі шымете қалды. Бұл сөзді ол 10 жылдан астам уақыт күтті. Бірақ енді бәрі бұрынғыдай емес еді. Телефонның ар жағында тек ауыр тыныс қана естіліп тұрды. Бақытжанның қоңырауынан кейін Үлмекен ұзақ уақыт үнсіз жүрді. Жүрегі бір жағынан ренжісе, бір жағынан өткен күндерді еске алды. Бірақ мұндай шешімді жалғыз өзі қабылдағысы келмеді. Бір кеште 3 баласын қасына отырғызды. Балаларым, сендермен ақылдасатын бір мәселе бар, деді сабырмен. Балалары анасына үнсіз қарап қалды. Әкелерің маған хабарласты. Денсаулығым жоқ, қатты қиналып жүрмін дейді. Жасаған қателігіме өкінемін, кешірім сұрады. Қайтадан бірге тұрсақ деп айтып жатыр. Сендер бұған не дейсіңдер? Бөлмені үнсіздік басты. Алғаш болып үлкен қызы сөз бастады. Анашым, сіз бұл өмірде біз үшін қанша қиындық көрдіңіз. Соңғы шешімді өзіңіз қабылдаңыз. Бірақ қалай болғанда да ол біздің әкеміз. Екінші қызы да басын изеді. Е, анашым, адап бателеседі. Егер шын өкінсе, келсін, біз қарсы емеспіз. Кенже ұлы біраз ойланып отырды да, менің әкеме өкпем бар, бірақ бәрібір ол менің әкем. Егер келгісі келсе, келсін, біз оны жек көріп өмір сүрмейміз деді. Балаларының осы сөзін естігенде Үлмекеннің көзіне жас келді. Ол балаларына қарап, сендерді осындай кем жүректі етіп тәрбиелей алғаныма шүкір деді. Бірнеше күннен кейін Үлмекен Бақытжанға өзі қоңырау шалды. Егер шынымен өткен ісіңе өкініп, қалған өміріңді тыныш өткізгің келсе, кел. Бірақ біздің үйде өтірікке де, ішімдікке де орын жоқ. Осыны ұмытпа. Телефонның ар жағынан Бақытжанның дірілдеген дауыс естілді. Рахмет. Мен бұл жолы сенімдеріңді ақтауға тырысамын. Арада көп өтпей Бақытжан ауылға келді. Үйдің ауласына кіргенде, бір кезде өз қолмен отырғызған ағаштардың жайқа қалып өскенін көрді. Аула гүлге толы, айналасы тап-таза. Сол сәтте оның жүрегі шымете қалды. Осының бәрін Үлмекен жалғыз өзі жасапты. Ал мен сол кезде бөтен жерде өмір сүріппін деп қатты өкінді. Есіктің алдында Үлмекен үнсіз қарсы алды. Бақытжан басын төмен түсіріп, кешір мені, деді. Үлмекен оған ұзақ қарап тұрды да, ештеңе тіл қатпады. Ол үйге кірді. Сосын отырып бәрін айтып берді. Өмірде осылай өкінгенін мойындап, кешірім сұрай берді. Солай Бақытжан 10 жылдан кейін өз отбасының шаңырағына қайта оралды. Уақыт өз дегенін жасады. Үлмекен Бақытжанды үйіне қайта кіргізді. Оған бір күнде кешірім бере салған жоқ. Бірақ жүрегінде бір ой болды. Ертең балаларыңыз үйленеді, құда-құдағи болаңыз. Сол кезде жалғыз жүрген әкесін жұрт қалай қабылдар екен? Балаларының алдында әкесі болған дұрыс шығар. Ол бұл шешімді ең алдымен балаларының болашағы үшін қабылдады. Бақытжан да бұрынғы Бақытжан емес еді. Жасаған қателігін мойындап, өткен өміріне қатты өкінді. Ешқашан өзін ақтауға тырыспады. Күн сайын еңбектеніп, ауылдың қарапайым тірлігімен айналысып жүрді. Ішімдікті мүлде қойған. Үлмекен болса, бұрынғысынша медбике болып еңбек етті. Зейнеткерлік жасына да аз ғана уақыт қалып еді. Екеуі бір шамырақтың астында тұрғанымен, Үлмекеннің жүрегіндегі жара толық жазылған жоқ. Кейбір жаралар уақыт өте келе жемілдейді, бірақ мүлде жоғалып кетпейді. Бақытжанның опасыздығы оның жүрегінде өмір бойы қалған із болып қалды. Арада жылдар өтті. 3 баласы да ер жетті. Үшеуі де шаңырақ көтеріп, өз алдына отбасы құрды.
Ұлмекен мен Бақытжан құда-құдағи атанды. Ең қызығы, құдалары бұл отбасының басынан өткен ауыр тағдырды мүлде білмейтін. Олар бұл шаңырақта әрдайым сыйластығы жарасқан, тату отбасы деп ойлайтын. Расында да халық бекер айтпаған екен. Ат айналып қазығын табады. Адам жасаған ісінің өтеуін бұл өмірде ақ көреді. Ал шынайы ниет пен сабырдың сыйын Алла ешқашан елеусіз қалдырмайды. Ұлмекен барлық сынақтан адалдығын жоғалтпай өтті. Сол адалдығының арқасында балаларының қызығын көрді. Бұл өмірден алынған, болған оқиға. Сіз Ұлмекеннің шешімін дұрыс деп ойлайсыз ба? Оның Бақытжанды қайта қабылдағаны дұрыс болды ма? Пікіріңізді міндетті түрде жазыңыз. Аудио кітап ұнаса, арнамызға тіркеліп, лайк басып, қолдау көрсетуді ұмытпаңыз.